жалпы өзіңізді кім деп ойлайсыз? Кіммін деп санайсыз? Енді оборотыңызды айтып кетсеңіз. Шамамен күніне 200-300 келі бауырсақ өндіріп. Осы Вирус академиясында істегелі бері үмітіңіз ақталып жатыр ма? Бұл және өте жіңішке қылдың уақытында жүресің сен. Ауылымды қатты қылып кеткім келетін мысалы. Батылыңыз жетпей жүрген қандай бар? Отырмын, қолым қатты күйіп қалған. 4-ші степень азыр қол. Қазір әлеуметтік жерден байқап қалдым да, сіздің жарнамаларыңызда кәсіпкер болма, мастер бол дейді. Бұл қалай сонда? Ол бағанағы сіздің айтып отқан сөзіңіз сияқты, мысалшы, біз зерттедік, бүкіл кәсіпкерлерді көрдік, бүкіл азаматтарды көрдік, үлкен жетістік азаматтарды көрдік. Қарасақ, ешкім басында кәсіпкер боламын деп бастамаған. Бір саланың маманы боламын. Жай ғана бір саланы жақсы жұмысын істеп жүріп, сол саланы істеп, кейін өзінің қалай кәсіпкер болып кеткенін білмей қалды көбісі. Ешкім ешқашан кәсіпкер боламын деп бастамайды. Ол бірінші бір саланы жақсылап зерттейді, бір салада бір жақсы нәтиже көрсетеді, өзі сол салада мастер болады, содан кейін үлкен жетістікке жетеді. Соны сосын кейін бизнеске айналдырады. Әрине. Сен мастер болсаңыз, сіз мысалы бір саланы өте жақсы істейтін болсаңыз, мысалы, сізді кәсіпкер қылу ең оңайы. Ал егер сіз қолыңыздан ештеңе келмесе, онда сіз кәсіпкер көмектеспейді сізге. Ол кәсіпкер қосымша. Сіз көбірек кәсіпкерсіз бе, мастерсіз ба? Біз қазір көбінесе мастерлік жолында. Мастерлік жолында. Өйткені мен өзімді керемет кәсіпкермін деп санамаймын ғой. Кәсіпкер болсам кетпейтінмін мысалы, өзім жолым. Жалпы сіздер әлеуметтік жерден байқап қалғанда көп кітап оқисыз, кітапты жиі іздейді. Қалжың ғой әрине. Бірақ өзіңіз білетіндей, кітап негізгі құрал, оның негізгі мақсат пайдалану, амал жасау. Сіздің соңғы оқыған кітабыңыз, соның ішіндегі амал жасаған әрекетіңіз қандай? Кімнің? Эрик Андерсон дегеннің кітабы бар, шведтік ғалым ғой. Соның кітабында эксперименттер жүргізеді адамдар дамыту бойынша, қабілеттерді дамыту бойынша. Сол жердегі өте қызық болып кетті, эксперименттерді жасап көрдім да ішіндегі, адамдар шынымен дамытуға бола ма? Ана жерде кәдімгі көмектеседі, сол үшін біз қазір мастер курсында. Ол жер жаңа эксперимент жүргізеді. Сіз мысалы айталық, мен сізге қазір секунд сайын бір цифрды айтамын, 10-ға дейінгі. Любой цифрлы кезең-кезең айтамын, шатастырып орындарынша. 8, 3, 2, мысалы 5 деп 10 секунд ішінде мысалы 10 цифр айтамын да, сізге соны қайталатқызамын, немесе жаздыртамын қайтадан. Сіз нешеуін жазамын деп ойлайсыз? 5-6 деп ойлаймын. Жазамайсыз 5-6. Сіздікі басында 5 болса өте керемет. Айтамайды, адам ми жаттай алмайды көп нәрсені бірден өте кім. Ол біраз уақыттан кейін адамның басында біздің қабілет дейміз ғой, мысалшы, керек қабілеттерді дамыту. Есте сақтай білу, мысалы, әдемі сөйлей білу қабілеті, одан кейін біреулердің келіссөзін жүргізе білу қабілеті, біреу түсіне білу қабілеті, мысалшы, ол дамиды да. Сол сияқты әр сала өзі дамиды екенші. Сіз қай жерді дамытасыз, миыңыздың сол бөлшегі үлкейе бастайды. Қыртыстар күшейіп. Сол мысалы өзімен қатты әсер етті, соны мысалы жүзеге асырып жүрміз да, сол кітаптан несімен. Ал өміріңізге оң әсер еткен кітаптар туралы айтсаңыз? Өмірме, мысалы мен жалпы бизнеске келуіме, мысалы өзім қиын болып жүргенде мойындау керек Роберт Кийосакидің мысалы кітабы, сол кітап мысалы басында қатты әсер етті шынымен. Мотивация бизнеске кәдімгідей мен сол кезден бастап сол тақырып мен шайнадым сол кезде, кітаптарды жейдім сол кездегі. Бүкіл Роберт Кийосакидің 5-6 кітабын бір аптаның ішінде оқысам мананшы. Тағы жазамын оның бәрін. Ең күштілердің бәрінің ойларына қалып қалу үшін мида қатты көмектесті сол кезде сол. Кейіннен кімдікі жаңағы 7 навыков высокоэффективных людей, Стивен Ковидің кітабы, сол кітаптар адам өзім шыңдауға көмектесті өмірде. Айта берсең, әр кезеңде әртүрлі кітаптар. Әр кезеңде әртүрлі. Бастапқыда өте жаңағы богатый папа. Ол маған ойлаңызшы, универ кезінде жүрген кезде группаластарым айтқан. Сонша, мен ол кезде қойшпадым, атының өзі бір түрлі болып. Қызық болып тұрған, сізге айтып отырсыз богатый папа. Маған да бизнеске келуге әсер еткен осы кітап болды да. Осы кітапты оқығаным соншалық, анау кітап бар ғой, инвестиция туралы айтады. Соны оқыдым да, сол кішкене жинап жүрген ақшама үй салып жүргенмін ғой. Мотивациясы қатты болды да. Сол себепті ол өте жақсы кітап. Бастапқы оқырмандарға, жаңа бастапқы бизнеске қадам басқан адамдарға. Ақпараттық инфобизнес дейді ғой. Осы бізге кешеуілдеп келгенмен Қазақстанда жаңа айтып қалдыңыз, қатты дамып жатыр. Осының қандай мүмкіндіктер бар тағы? Қандай салаларда осы ақпараттық бизнесте қазір адам айналысып, содан бір белгілі бір уақыттың арасында нәтиже көрсетуге болады сіздің ойыңызша? Жалпы спикерлік дейміз ғой, айтқан кезде адам бизнес тренер боламын десе, не боламын десе, бұл да кәсіпкерлік сияқты. Егер сен оған дейін бір базаң болмаса, бір салада маман болмасаң, қиын да. Өйткені не айтасың халқың алға шыққан кезде?
не ақпарат бересің, кітаптан оқып алғанда айтасың ба? Ол кезде халық сенбейді саған. Ол үшін бірден өзің істеу керексің, соның үшін кітаптар нәрсені істеп көрдің, нәтиже жеттің, соны айта аласыңшы. Әркім өзіңнің тәжірибеңді айта аласың. Ал егер сен бағанағыдай бастапқыға келеді ғой, бір істің маманы бол. Бәрі, мастер болмағанға дейін сен бір саланы жақсылап меңгермегенге дейін сен қиын да. Не, былай жол жия алмайсың. Ол сол точкадан кейін бұл сенде жолдар ашыла бастайды, есіктер көбейеді. Соны өткеннен кейін. Сізге ақыл айтып отырған адам соның ісі сәйкес келмесе қандай ойда боласыз? Кеше кімнің сөзін естіп қалдым да. Сәкен Майғазиевтің мен жаңағы қоғамдағы атақты адамдардың кемшілігін көріп қалудан қорқамын дейді. Сай келмей қалады ғой. Иә, көңіл ең жаман көңіл болатын сол кезде. Ондай менің өмірімде көп болды, менде де өмірімде. Содан кейін сен өзіңнен мықты адамнан тыңдап отырған кезде оның минусын көрдің ба, оның ісіне күмән тудырдың ба, болды, сен адамнан ала алмайсың ештеңе. Оның бүкіл ақпаратын қанша айтып жатса сен ала алмайсың. Өйткені сен оның күмән тудырдың болды. Сол себепті егер сіз мысалы біреуден ментормен жұмыс істеген, жетекші жұмыс істеген кезде көп алғыңыз келсе ол адамнан күмән тудырмаңыз ешқашан шәкірттің. Сен бір минусын көрдің ба, тағы минусын тауып бересің сен оны. Болды, одан кейін оның білімі саған өтпейді онда. Сондықтан уже күмән тудырсаң болды, кетіп қала салу керек. Сіздің түсінігіңізде бизнес деген не, кәсіп деген не айырмашылығы? Көбінесе біз енді мысалы бизнес деген ол менің ойымша ақшасы бар, инвестиция өзі жалпы жасайтын адамдаршы. Ал кәсіпкер деген ол нөлден бастап, жалпы кәсіпкер өзі бастаған адамдар да. Ал бизнес ол көбінесе жоғары деңгейдегі бір саланы терең емес, жалпы не істейтін ақшамен инвестор ретінде соған жақын кәсіпкер мен инвестордың ортасындағы адам да. Бизнесменші өзі басшы болады, не болады, бірақ не емес. Ал кәсіпкер деген ол бүкіл несін өзі басынан бастап кәсіппен басталған да. Өз өмірін кәсіп қылып барып бастаған адам да, мысалы. Сізге ешкім қоймаған сұраққа жауап беріңізші. Мысалы, менің қазіргі өзімнің қатты айналысып жүрген адам қай уақытқа жақсы дамиды деген сұрақ, мысалшы. Өйткені біз қазір мастер айтып отырмыз ғой, соңғы кезде көзім жетіп жатыр да. Мына балалық кезде көбірек дамиды, үлкен болған сайын адам қиын дамиды деген. Кішкене қиынырақ дамуы мүмкін, бірақ мүмкін емес дегенге жым шығады да. Адамның сол кез келген адамның кез келген жаста дамытуға болады қабілеттерін. Былай айтқанда басты шектемеу керек, адам өзін. Ешқашан шектеуге болмайтын нәрсе. Сен 30 жаста бол, сен 60 жаста бол, қабілет дамытуға болады. Қажетті қабілетті сен өзіңе мысалы мен кәсіпкер болу үшін маған қандай қабілеттер керек деген сұрақта. Мен жақсы тренер болу үшін, спикер болу үшін маған қандай қабілеттер керек. Сол қабілеттердің тізімін жазып алып, сол қабілеттермен айналысу керек та. Ол қабілеттер дамиды. Сөйлей білу, аудиторияң алдында сөйлеу, камераң алдында сөйлей білу, тағы не маркетингке мысалы да, интернет, онлайн меңгеру. Ол мүмкін, ол тек қана өзің миыңды ашық ұстау керексің да. Қазіргі уақытта сіз өз өнімдеріңізді көптеген супермаркетте сатып жатсыз. Жалпы сіздің сату алаңдарыңыз көздері қандай? Жалпы интернет арқылы, кездесу арқылы, тағы қандай сату алаңдарыңыз бар? Мен жүрген жердің бәрінде сата беремін ғой. Мысалға көптеген тренингтарға шақырады, мысалы университеттерге шақырады. Мен бір университетке барсам, мен білем, что менің қай магазинді айтатын болсам, сол магазиннің сатылуы мысалы 10-15% өседі. Нархозға университеттер өзіміз Казгуге, UIB деген сияқты шақырады да. Енді әрине өзіңнің продукцияң болған соң, өзіңнің уақытыңды неткен соң, ол өзіңнің біліммен қатар өзімді мен продукциям сатып кетуге тырысамын да. Мысалы қай жерде қалай орналасқан, оны мен прямой продажа емес, ақырындап, мысалы осылай біздің Ташкентскийдің бөлімінде қазір акция болып жатыр деймін, болды, мен білем, ол студенттарға бір 5 бауырсақ беріп кетемін тегін дәмін көруге. Оның ішінде бір 20-сы бар болып бауырсақтың дәмін көреді. Обязательно. Ол үйіндегілерге айтады деген сияқты нәрселерді. Сондықтан мүмкіндігінше қай жерде болмасын, сен өз продукцияңды, өзіңнің затыңды сата білуің керексің. Жалпы кәсіпкерге қажетті сіз үшін 3 қабілет. Ең маңызды. Ең бірінші қабілет ол, мен ойлаймын, тұрақтылық. Бұл тұрақтылықтың тоқтамау, иә, тоқтамау да кіреді, тұрақтылықтың ішінде имандылық та кіреді, мінез кіреді. Тұрақтылықтың ішінде уәдеде тұру да кіреді. Сен біреуге бірдеме уәде бердің бе, мен саған осылай істеймін, немесе қарызға ақша алдың ба, сен сол уәдеңде тұруың керексің да. Егер сен тұрмайтын болсаң, сен үлкен мерзімді алысқа шаппайсың да. Кейде айтады, қойшы ол.
Былай айтқанда сенімді жоғалтқаннан кейін өте қиын ары қарай. Қиын, ол кәсіпкерлікте ең бірінші нәрсе сенімді. Ақшадан да жақсы рөл ойнап кетеді. Екінші нәрсе, сен өзіңнің сатып атқан затың немесе кәсібіңнің маманы болуың керексің. Сүйің керек, иә? Сен оны сүйіп жаңағындай ғой. Мына кез келген нәрсе фанатизмға өткен кезде, ол уже ағымға немесе неге. Мысалы, дін саласын алайық, иә? Біздегі дінді фанатизмға өткен кезде ол сектаға айналып кетеді да. Кәсіпте сол айналу керек те сектаға. Көрдің бе? Сен өзің кәсібіңмен айналысып жатсың ба? Сен кәсібіңнің фанаты болуың керексің. Сен дүние жүзінде шығарып жатқан өзіңнің салаңдағы номер біріншілердің атын білуің керексің. Шығарып жатқан өнімін білуің керексің. Қалай сатып жатыр, кімге сатып жатыр, дәмін, соны алып көруің керексің. Солардың тренингін оқып, кітабын оқып, сондай бір маман болуың керексің. Сол кезде ғана ұлы бір жетістікке, нәтижеге жете аласың. Үлкен бір продукция сен де шығара аласың. Үшінші. Енді үшінші мен ойлаймын, жігер керек шығар адамға. Ана стержен дейді ғой, қайтпас қайсарлық бір мінез керек шығар кәсіпкер болуға ше. Ешқашан мойысмайтын. Өйткені кәсіпкерлік қандай ғой бізде? Кәсіпкерлік деген нәрсе біздің енді көпке топырақ шашпай қояйын. Енді өзімнің отбасымнан алайыншы. Біздің отбасымызда былай ғой, бір қиын жағдай болады ғой, тоқырау дейміз, жаңа кризис немесе 2 айлық, 3 айлық болса, болды ғой. Балам тұрақты жерге жұмысқа кірсей, ана жерге сен шақырып жатыр, қоя салшы осы кәсіпкерлікті, бүйте салшы деген сияқты бір тұрақсыздық көреді, қорқыныш бар. Анау Совет одағынан қалып қалған жаман бір ой бар да біздің санамызға кіргізіп тастаған. Сен оқуың керексің, тұрақты бір жерде заводта жұмыс істеуің керексің, бір бөлмелі пәтерің болуың керек и былай айтқанда өлуің керексің де болды. Осылай да бәрінің қалыптаспаған қағидалары бар да. Сол нәрселердің бәріне шыдауың керексің. Өйткені жан-жақтан қысым болады. Сенің жағдайың жақсы болған кезде бәріне жақсы болады. Саған қиын сәттер болғанда кәсіпкерлікте бәрі саған қарсы шығар. Ата-анаңнан бастап, жолдасың бар, достарың бар, бәрі осы қойсы осыны деген сияқты нәрселер көп болады. Соның бәріне төзе білуің керексің. Қиындықтардың бәріне төзе білуің керексің. Тығырықтан шыға білуің керексің. Сен кәсіпкер болған соң сен өзіңмен бірге командаңды артыңнан жетелеп отыруың керек. Сен өзің үйіңде аш жатсаң да, сенің жұмысшыларың аш жатпау керек. Сол қағидаға сен берік болуың керексің да. Интернет деп қалдыңыз ғой, осы 2013 жылдан бері біздің Қазақстан нарығына әлеуметтік желінің қарқыны өте жақсы белсенділік келді да. Осы әлеуметтік желі бізге үлкен мүмкіндіктер ашып жатыр. Қазір Instagram болсын, Facebook болсын, YouTube болсын, барлығы үлкен мүмкіндіктер. Осы мүмкіндіктерді қазіргі жастар қалай қолданса болады өзінің пайдасына? Бизнесіне болсын, өзінің жеке тиімділігін арттырса, мейлі жеке брендін болсын. Мен әлеуметтік желіні өз мақсатына пайдалануға тырыспайтын адамдар түсінбеймін. Қалай деймін да, сен әлеуметтік желі үлкен мүмкіндік. Қазақстан неше миллион адам сол әлеуметтік желіде отырады күн сайын уақыттың бәрін. Неге сол аудиторияны өзің мақсатыңа пайдаланбасқа? Неге өз затың сатпасқа? Неге өзіңді соларға маман ретінде таныстырып, неге солармен жақсы жұмыс істеп, көбірек ақша табуға пайдаланбасқа? Тек уақыт үшін өлтіру үшін ғана пайдаланамыз әлеуметтік желі. Ал мүмкін қырғын ғана жерде деген. Мәселе мысалы әлеуметтік желі арқылы онлайн школаңды деген сияқты. Әрине. Онлайн мектебіңді аш, онлайн тауарыңды сат, онлайн өзіңнің бір маман ретінде дәлелді экспертіңді. Мысалы, менің осы өмірімдегі қазіргі таңға мына әйтеуір кішігірім болсын бір жеткен өзімнің жеңістерім бұл әлеуметтік желінің арқасында негізгі құрал. Қуаныш Шондаймен танысуым әлеуметтік желі, сізбен танысуым әлеуметтік желі, Сырымбекпен танысуымның әлеуметтік желі, оған жеткізген адамдардың танысуым әлеуметтік желі. Ал мен сондай мүмкіндікті көре тұра неге мен пайдаланбайсызға? Мысалы, қанша ақпарат маған әлеуметтік желіден келеді. Қанша бизнесім бәрі, мысалы, клиенттің бәрі әлеуметтік желіден жинайды. Бұл айтқан кезде әлеуметтік желі менің өмірімнің қазіргі таңда бір 70-80% алсам қателеспеймін, алып отыр десем. Сіз енді осы кәсіппен айналысып жүрсіз, мастер саласында жүрсіз, бірақ уақыт өте тығыз, уақыт тайм-менеджмент деген бар, уақытты басқару, уақытты тиімді пайдалану. Жалпы осы турасында қалай уақытты басқарасыз? Уақытыңызды тиімді пайдаланасыз ба? Бізде тайм-менеджментте уақытты басқару деген кезде ең бірінші не істейді, қалай білесіз? Мысалы, сіз айталық, тайм-менеджментпен бөлетін болдыңыз. Не істейтін едіңіз ең бірінші? Уақытты адам басқармайды, менің ойымша. Жоқ, қандай іс-әрекет көшетін едіңіз? Мысалы, егер уақытты маған не істеу керек еді? Мен уақытымды өзімнің жоспарыма, мақсатыма қарай алдын ала жазып қоя тұрып. Жақсы жазасыз, не істей бастайсыз? Мысалы, ең бірінші көбісі бізде ұйқысын қияды да. Таңертең ерте тұру керектен бастайды да бірінші. Ең бірінші бәріміздің ойымызда сол. Ал сен
ұйықтамай жүргенде тағы да Қуаныш мырзаның ұстазының әңгімесі есіме түсіп кетіп жатыр да. Ұстазыңыз ба? Жоқ, Қуаныш мырзаның жаңағы ұстазы барып айтқан ғой жаңағы универде, ағайым көп ұйықтап қала беремін, сонымен қалай өзімді ерте тұрсам болады деген ғой. Қуаныш айналайын, бірінші ұйықтамай жүргендегі уақытыңды дұрыстап аш деген ғой, бірінші қарып қылаш деген ғой бірінші. Өйткені біз шын өміріміздегі мысалы қазір неше тұрамыз жарайды, 10-да тұрайық мысалы да, немесе 11-де тұрайық, бірақ сол 11-де неше жатасың, түнгі сағат 1-2-де жатасың, сол уақытты сен бірінші қарып қылаш. Сол уақытты тиімді пайдаланып, өзің мақсатыңа, жоспарыңа пайдалансаң, өзіңе былай көп мүмкіндіктер туады. Сол сияқты бұл жерде ше, әркім өз уақытын, мысалы мен өзіме не керек екенін дұрыс түсінемін да. Сенесіз бе, мысалы мен жыл сайын 31-ші жаңағы желтоқсан күні жоспар қоямын жыл сайын. Мақсат қоямын алдыма, өткен жылды қорытындылаймын, келесі жылға мақсат қоямын, мынаны жетуім керек деп. Жыл сайын мен бір 10 шақты мақсат жазатынмын, мынаны жетуім керек, шетелге шығуым керек, мынанша табыс таба бастауым керек. Осы жылдан бастап тек бір қана мақсат қойдым. Бәрін алып тастадым. Құпия болмаса қандай? Қалай деп не ойлайсыз? Өз ісімнің маманы? Тағы жақын. Не деп ойлайсыз? Номер 1? Жоқ, бір ғой онда екеуі. Білмедім ол кезде. Версус дамыту. Версустың показательіне қарайын болды. Өйткені қараңыз, сіз өміріңізде, мысалы, мен айтқаныңызда жұмыста, отбасыма қарағанда жұмыста көп уақыт. Ол сіз да, бәріміз жұмыста жүрген адамдар біледі. Біз көп уақытымызды жұмыспен айналаймыз да. Кешке таңертең баланы шағамыз көруіміз мүмкін, немесе кешке жақын көреміз, сонда болды да, мысалы. И сіз жұмыстарыңыздың арасында көбісі түк пайдасы жоқ істер да. Сіздің мақсатыңыз, мысалы, қазір көріп әркіміз қоймыз да, түк пайдасы жоқ олар. Онымен жұмыс істемейміз да. И мен ойладым, неге сол қойған жоспарларымның арасынан біреуін табам, бірақ сол біреу барлығына әсер етеді. Сол жұмыс ортасы ғой, бүкіл күшімді сол точканы ұрамыз сол жерден. Барлығы сол әсер етеді. Қазір ойлаңыз, мен егер версусты жоғары деңгейге шығарсам, жақсы табыс әкеледі, шетелге шығу мүмкіндігім болады, отбасыма жақсы болады. Өйткені мен жақсы болған сайын, мен қазір күшті болған сайын, версус күшті болса мен күшті боламын, мен күшті болған сайын қасымдағы адамдар күшейе бастайды. Отбасым шетелге шығады. Ата-анама жаңағыдай жағдайын жасаймын, мысалы, шетелге жібересің, санаторияға жібересің, мысалы, әйеліңе сыйлықтар әпересің, жақсы, балаңды әдемі киіндіресің, қалаған жеріне жібересің. Сол сияқты соның барлығы келеді да. Ал егер сен күшіңді босқа жұмсама, осы нәрсеге кетіреміз біз уақытымыздың бәрін. Уайымдаумен өткіземіз, әлеуметтік желіде өлтіреміз, болды сонымен уақытымыздың бәрін. Ал сен, мен қазір басқа нәрсені бәрін алмаймын. Өте көп ұсыныс түседі, мынаны істе, ананы жаса, мына компанияның маркетингін жүргіз. Ешкім маған қызық емес қазір. Бәріне қазір рахмет. Мен қазір негізі мақсатын білем. Болды. Бір нәрсені ұрам болды. Қазір оқырмандарымызға, көрермендерімізге қызық қой ақша мәселесі ше. Жалпы бір айда ең көп табысыңыз қанша болды? Ең көп болған жер 5 миллион 200 мың сондай болды. Қай кәсіптен таптыңыз? Ол жеке бизнес ашып жүрген кезде сол кезде. Жеке бизнес кәсіпкерлік мектептен, иә? Иә, кәсіпкерлік мектеп сол кезінде. Ол кезде жағы ана курстар жақсы жүре бастады. Ол кезде бокс клуб болатын, тағы бірісі ана ассенизаторлық компаниялар, соның барлығын қосқан кезде сол кезде ең жақсы нәрсе. Ол ақшаны тиімді пайдаланыңыз ба? Тиімді? Мен көбінесе тиімді пайдаланған ғой, мысалы да бар. Курсқа жұмсасам тиімді деп ойлаймын мен. Кітапқа жұмсасам тиімді деймін. Қалған бәрі ол өмірлік талаптар ғой, сенің жай ғана бәрі кетіп қалады. Ең жақсы инвестиция өзіңе салған инвестиция. Сіздің соңғы өзіңізге салған инвестицияңыз қандай? Сол мысалы, қазір салып жүрмін, сол жаңағы нәрселер. Өзім баратын тренингтер, шетел, мысалы. Мен шетелге шығуды инвестиция деп қараймын. Мысалы ше, өйткені мен шетелге барғанда мен маған не қызық емес, Таиланд сияқты жерлер, мысалы ше. Маған көбінесе маған білім беретін нәрсе болу керек. Өткен жылы Дубайға бардық жігіттерім бірге. Бірақ айттым, жігіттер Дубайға барамыз. Бірақ бір талап бар. Дубайда бір-бірімізбен жарысамыз. Дубайда жүріп, кім көп ақша табады? Сол жерде бір-бірімізбен жарысу. Сонымен жарыстық, мысалы, Дубайда жүресің, жарнама жасайсың. Сол жақтан кәсіп жасадыңыздар ма сіз? Жоқ. Сен сол жақта жүріп, Қазақстанда көп ақша табу керексің да. Ол жақтағы жұмысың курстарыңызды саттыңыз? Мен курс саттым, басқа жігіт, мысалы, менің жұмысым көбірек курс сату керек болды келесі курсқа. Ал қасымдағы жігіттер біреу домбыра сату, мысалы, домбыра сататын Алмас Мұстафа. Тайыр Номан, ол өзінің бауырсағын сату керек болды, мысалы ше. Өзінің, мысалы, біреулер, мысалы, әркім әртүрлі да. Мақсат қойып сол жерінен, мысалы.
ол жерден бірінші домбыра озып кетті, мен екінші орын алып қалдым. Сонда болу керек та, қараңызшы, ол шетелге шықтың, ал ең байқайсыз ба, мысалы, шетелге шыққан кезде шетелдегі фотоларың, сенің видеоларың ең көп лайк жинайды. Ең көп комментарий. Халыққа қызық қой сол. Халық шетелде жүрген қызық па халыққа? Конечно, халық шетелге шыққысы келеді өзі. Мысалшы, көргісі келеді, жаңа нәрсе, хотя біреудің не пайда болып отыр, соны көрейін деген сияқты, пайдалы ақпарат алайын деген сияқты. Сөйтеді, сонымен да көріп жүрген кезде, мен соны пайдаланғым келді да. Өзімен қатар нені көрдім. Мысалы, жаңа мен шетелге барам ба, олдың елдің жаңағыдай қалай көтерілген маңызы. Нарығын зерттеймін. Иә, нарығын зерттеймін. Не үшін қалай көтерілді бұлар? Не әсер етті мысалы да? Сол жағынан өзіме пайдалы нәрсе алуым керек. Сондықтан мен шетелге барып инвестиция ретінде қараймын болды. Жаңа мастер туралы айтып қалдыңыз ғой. Маған да өте қызықты да. Себебі мен Ресейде білем, қарапайым даяшы да. Ол өзінің блогын жүргізеді. Сосын ютубта блогын жүргізеді. Сөйтіп жүргенде сол Москвада танымал болып, өзінің даяшы мектебін ашып, қазір бәрінің орнына жұмыс істетіп, қазір бизнесмен болып отыр да. Қараңызшы, негізі ол бастапқыда даяшы болды. Сөйтіп жүрді да ютубтан қалай даяшы болуға болады, қалай чивыйды аласың, қалай мықты сервис жасауға болады деп жүрді, көрсетті, видео бүйтіп түсіре бастады. Бір күні оны ең мықты ресторан шақырып алды ананың даяшына. Сөйтіп жүрді да ол өзінің бизнес школасын ашып алды да, даяшы школасын. Ойлаңызшы, қандай мүмкіндік. Бірақ қарап отырсаңыз, бізде енді бір өкініштісі менсінбейді ғой, даяшылықты, болмаса жаңағы күзетшілікті. Бірақ сол нәрседен негізі, егер адам көре білсе, менің ойымша мүмкіндіктер көп, иә? Сол дұрыс айтасыз, ол кез келген салада сен өз сол саланың мықты маманы болшы, шебер болшы, өте көп жол ашылады. Мен айтып отырмын, ол сенің жолыңдағы ол мастер болу, ол ең бірінші не да, аялдамаш. Сол аялдама қарап сен автобустар келеді. Егер сол аялдамада өзің не істесең, өзің дұрыс көрсете білсең, саған есіктер көп ашылады. Таңдайсың, қай автобусқа отырамын, немесе қай есікке кіріп, қай жаққа қарай жүремін. Айтқанда бұл негізі, мастер болу әр адамның бір основасы, негізі. Кез келген адам өмірінде бір саланың шебер болу керек. Онсыз ренжімен дайын. Мысалға ресторан бойынша Қуаныш Жонбайдан жақсы білетін адам жоқ шығар, мысалы Қазақстанда, өзінің саласында, қазақ тілді аудиторияда. Дөңгелек бойынша, мысалы автодөңгелектер бойынша, мысалы Сырымбек Таудан мысалы, ол бойынша дөңгелек бойынша кез келген маманмен отырып алып саудаласа алады, мысалы сөз отыра алады, мысалы дебат құра алады. Өйткені ол біледі, ол өз соны зерттемегенше сол саланы терең. Ол үлкен бола алмайсың, жетістікке жете алмайсың. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта личный бренд деген тақырып көп адамды қызықтырып жатыр. Осы тақырып бастапқыда біз ойлайтынбыз, бренд дегенде жаңағыдай Apple ма, Samsung болмаса Mercedes деген сияқты елестетеміз. Кейіннен барып адамның жеке бренд деген сияқты тақырыптар өте өзекті мәселе болып отыр да. Осы жеке брендті құрудың негізгі бір қағидалары бар ма сіздің ойыңызша? Жеке бренд құру қазіргі заман, әлеуметтік желінің келуі, адамдар өмірін жан-жақты көрсете бастауынан рөл өте жоғарылап кетті қазір. Әлеуметтік желі мүмкіндік ашты. Қазірші адам егер өзін бағана айтып отырмын ғой, көп ақша тапқысы келсе, танымал болғысы келсе, жұмыстан мысалы ұсыныстар көп түссін десең, әлеуметтік желіде өзін жеке бренд қалыптастыру керексің да. Сол кезде ғана сенде жұмыс жасайды да. Ол үшін әлеуметтік желіде күн сайын, мысалы маған айтамын, неге әлеуметтік желіде айналайын, көп бөліспейсің, жазбайсың, пост жазбайсың ба десем, мен сатқым келмейді өзім дейді. Мысалы ұяламын мен сатқанға дейді. Мақтанған сияқты болады. Иә, мақтанған сияқты. Мен сатпа деймін да, сен мақтанбай ақ қойшы, жай ғана күнделікті істеп жатқан жұмысыммен бөлісші. Міне мынандай істедім, мен бүгін мынандай тренингке барып, мынандай жақсы пайдалы нәрсе алдым. Мінекей, міне бүгін мынандай жоба жасадым, мынандай зат саттым, мынандай керемет тауар тапсырыс беріп едім, келді. Сол жайлы сен халыққа пайдалы ақпарат бере берші, ұнап жатқан нәрсеңді. Біраз уақыттан кейін күнде көре бергеннен кейін халық сені маман ретінде ойлап қалады. Болды. Бізде психология сол ғой. Көп көретін нәрсемізді, көп көретін кісіні, соны біз мойындаймыз. Басқалар мойындағанды мойындаймыз. Личный бренд, жеке бренд құрудың сол әлеуметтік желіде қатты әсері бар, иә? Тәке, сіздің өміріңізге қатты әсер еткен бір оқиғаны айтып беріңізші. Нақты бір айтатын нәрсем жоқ. Енді кәсіпкерлікке бірінші келген нәрсем қолым айтып отырмын, қолым қатты күйіп қалған. 4-ші степень ожог болды. Былай айтқанда сүйегіне қалды қолдың. 1 жылдан аса үйде жаттым, емдеттім, Гонконгқа барып емдеттім. Енді осы кезде бір үлкен сабақ болды. Үлкен ойлануға, өмірімді бір зерделеуге,
ары қарай қандай қадамдар басамын, өйткені оған дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істедім, жақсы бір жалақы алып, жақсы бір должностьта отырдым мысалы. Сол кезде түсіндіңіз ғой, үйде жатып. Соның бәрін тастап, кәсіпкерлікке келуге бір сеп болды деп ойлаймын. Өте керемет. Біздің арнамыздың бір айдары бар да, бүгін және қазір деген. Қазір және бүгін істейтін көрермендерімізге 3 кеңес айтыңызшы. Бүгіннің жұмысын түгел істеу керек. Бүгін отбасыңа, ата-анаңа күнделікті, ой, ертең бүйтем, ата-анамды анда апарам, мында апарам, қыдыртам деген сияқты. Или жақын туыстарыңа сол нәрсені де бүгін істеу керек. Қайырымдылықты да бүгін істеу керек. Қамқорлықты да, досыңа деген көмек, уақыт бөлу, араласу деген бәр нәрсені бүгін істеу керек. Кәсіпкерлікті де мысалға, кәсіпте осы ертеңге істеймін ау деген нәрсені бүгін істеу керек. Сонда ғана үлкен нәтиже, үлкен жетістік болады деп ойлаймын. Керемет, көп рахмет. Енді соңғы сұрақ. Жалпы осы компанияңыздың осы бір жылдықтағы нақты жоспар мақсатыңыз қандай? Енді және айтып өткендей, Алла қаласа, Қазақстанның бүкіл нарығында қазір бәріне таралсақ, бүкіл өңірлеріне, одан бөлек франшиза ретінде сатсам ба деген ойлар бар. Қазір дистрибьюторлық компаниялар ашып жатырмын. Осы біздегі проблема сол ғой, супермаркеттарға кіре алмайды. Шағын жаңадан өнім өндіріп шығарып жатқан компаниялар да көп. Бірақ проблемасы супермаркетке қалай кіру керек. Соның бәрін өзім бір компания ашып, сол жайлы әрине ақылы түрде. Ақылы болғанның өзінде де мен ойлаймын, бұл кәсіпкерлікке үлкен пайдасы тиеді деп. Сондай бір кеңес беретін орталық ашсам ба деген. Одан бөлек алдыңғы жылдың негізі жоспарына қойғам 7-Eleven деген компания бар, әлемдік супермаркет. Ол Гонконгта да бар, ол Дубайда да бар, ол дүние жүзінің ең үлкен компаниялар. Айтып өткен Teenager на миллиард деген кинода сол магазинге кіргісі келеді ана баланың. Сол магазинге Алла қаласа жылдың соңына дейін кіру жоспарында бар. Керемет, сіздегі алдағы уақытта компанияларыңыз біздің елімізді танытатын, біздің елімізге мақтан тұтатындай бір ұлы бір компания болуына тілектеспін. Алдағы уақытта жоспарыңыз, мақсаттарыңыз орындала берсін. Творчестволық табыс тілеймін. Көп рахмет. Мейірбек мырза, сіз үшін өмірдегі ең маңызды іс? Ең маңызды іс дейсіз ба? Адамның сүйіктісі ғой. Адам өзі бір нәрсені жақсы көріп, сүйіп істейтін болса, қызық та. Кеше мектепке бардым да, мысалы, жастардың көбісі, өзім бітіріп кеткен мектепке барып, жастардың көбісі кәсіпкер қалай болсақ болады дейді да. Әлі жас балалар ғой, мысалы, ойын бәрі көбісі ой бизнесмен болды да. Не үшін болғым келеді десең, айта алмайтын несімеш. Біздегі кәсіпкерлер сол ғой. Не үшін кәсіпкер болғым келеді десе, ақша көп табу үшін, өздері әлі сенбейді да, ол не үшін керек екенін білмейді. Сондықтан әрине ол өте қиын. Сондықтан мен барлығын айтатыным ең бірінші ұнайтын нәрсе істеңдерші, содан бастаңдаршы. Ең бірінші точка ол сенің ұнайтын нәрседен басталады. Осы уақытқа дейін батылыңыз жетпей жүрген қандай іс бар? Батылым жетпей жүрген ба? Иә. Бір қорқақтап па, мүмкін қорқақта емес, ақпараттың жетіспеушілігі деп айтатын шығармыз. Мысалы мен қазір ойлап жүрмін, шетелде де бір жобалар жасаушы. Жаңа технологиялар байланыстырып өйткені көп адамдармен, шетелдіктермен көп араласқалы бер, үлкен жігіттермен, кісілермен, кәсіпкерлермен айтады да, біздің істеп жатқан жұмысымыз нәтижесі өте төмен да, мысалы. Қанша күш жұмсайсың, ал мынандай жақта нәтижесі табыс жағынан. Иә, мысалы 20% нәтижесі. Ал мысалы Испанияда біреу отырады, мысалы, бір қазақ немесе бір орыста, алады да ана ойындар жасайды, мысалы. Немесе басқа біз мүлдем ойымызға кіріп шықпайтын іс жасайды. Бірақ табысы енді бірнеше миллиондар. Мысалы да. Мен қазір сол жақ білмеймін. Сондай іске батылдығыңыз жетпей жүр ме сонда? Ақпарат жетпей жүр. Неден бастарым? Мысалы өзімнің өйткені бастағы пазлдар бір-бірімен құралмай жатыр да. Сол кезде түсініксіз болып жатыр. Тұман болып тұр. Бірақ бар, желание бар, жаңағыдай қалау бар, істеу керек деген, бірақ сол ақпарат енді менің жұмысым не керек екенін түсіндім өзіме, сондай керек екен. Енді жұмысым соны қалай жүзеге асыру деген сұраққа жауап беруім керек та. Кім бар ондайлар? Адамдар қазір іздеп жатырмын да, сондай адамдар. Сіз қазір мастер курсын өткізіп жатсыздар. Иә. Мастер болу үшін, өз ісінің маманы болу үшін ең қажетті адамға 3 қасиет. Ең бірінші қасиеті ол сен оны сүю керексің, өз ісіңді ше. Екіншісі сен онымен тұрақты түрде айналысу керексің. Соған өзіне ерік жігер дейді ғой, екіншісі мысалы упорство дейтін қайтпас қайсарлық бар ғой. Үшіншісі сен үнемі өзіңді мына үйренген орта дейді, орысша комфортный зонадан шығарып отыру керексің. Соған батылдық жету керек. Иә. А бізде деген батылдық жетпейді соны. Мысалы бір жерде маман болып істеп жүреді, 3 жыл болды, 4 жыл болды, бір нәрсені қайталай береді.
келесі деңгейге шығып уже өзінің жаңағыдай айтып отырмын, маман болғаннан кейін келесі жаңа өзінің нәрсесін істеп көруге батылдығы жетпейді. Бір данышпан, бір ғалым айтқан екен, бір нәрсені істей беріп, әртүрлі нәтиже күтіп ақымақтық дейді да. Иә, өте дұрыс еді. Сіздің ойыңызша, әрбір адам көруі тиіс, оқуы тиіс, 3 кітап пен 3 фильм. Оқуы тиіс па? Цель деген кітап. Голдорфтың «Цель» деген кітабы. Екінші. Одан кейін кімнің «Черный лебедь» деген кітап. Өте мықты кітап. Кәсіпкерлікке қатысты ма? Кәсіпкерлік адамның ойлау, дамуына қатысты. Үшінші кітап, не айтсам болады екен. Бұл енді білмеймін, өмірдегі адамның несіндегісі. «Маленький принц» деген кітап бар. Сол кітапты көруге жақсы былай өз несімен түсінсе жақсы да адамның. Көп нәрсе бар. 3 фильм ба? Сізге әсер еткен, сіздің көңіліңізден шыққан. Соңғы рет қатты әсер еткен маған 2+1 деген бар. 2+1. Иә, 2+1 деген өте жаңа қатты әсер етті. Отбасы жайлы, қызың жайлы, өзің өткен бала болған екен. Движение вверх. Иә, движение вверх енді ол міндетті түрде ол. Өйткені ол бәріне ұсынамын ғой фильмді. Және үшінші фильм ретінде мен сериалды айтқаным дұрыс шығар. Қатты әсер еткен «Суиц» деген фильм бар ғой. Орысшасы қалай еді несімен? Фильмнің аты «Форс-мажоры» деген. Сол сериал несімен. Сол сериалды көруге кеңес бересіз. Тағы да фильм «Золото» деген бар. Золото. Нағыз кәсіпкерлік жайлы адамның түсінушілік жаңа нәрседе ортада қалай өзіңді. Алдағы 3 жылдықта өзіңізді қалай елестетесіз? 3 жылдықта бағана ғой, менің қазір мақсатым біреу ғана, Versus Қазақстандағы нөмір 1-ші адамдарды дамыту бойынша бір мықты орталық болу керек. Versus академиясының басқа кәсіпкерлік мектептен ең айырмашылығы адамды өз-өзін дамыту ма? Мастер болу, Біз мастер дайындаймыз, біз кәсіпкер дайындамаймыз. Мейірбек мырза, уақытыңызды бөліп, арнамызға уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге көп алғыс айтамын. Жалпы біздің де кәсіпкерлік жолы бағдарламасының негізгі мақсаты еліміздегі жаңағыдай қазақ жастарын, қазақ қауымын жалпы іскерлікке баулу, жалпы іске, кәсіпке болсын, өзінің маманының болуға баулып, соларды былай айтқанда шабыттандыру да. Сіздердің де істеп жатқан істеріңіз маған өте ұнайды. Сіздерге алдағы уақытта үлкен жетістіктер тілеймін. Осы сіз болып, біз болып, қазақстандық кәсіпкерлікті, мастерлікті дамытып, алда үлкен жеңісте, биік шыңдарда жолға берейік. Эвересттің шыңынан көріне берейік. Рахмет. Сіздерге рахмет. Достар, менің арнамның атынан Тайыр мырза көрермендерге үлкен жеңілдік жасайын деп жатыр. Данияр бауырымыздың атынан келген 3 кәсіпкер азаматтарға осы супермаркеттер бойынша жәнегендей өзінің өнімін сатуға, ары қарайда дамытуға, супермаркеттерге кіргізуге біздің Алп, Магнум, Арзан секілді дистрибьюторлық компаниямнан 40% жеңілдік беремін. Бірақ тек 3 адамға. Достар, сіздің бойыңызда энергия бар да, сіз Қазақстанда тұрып жатқан кезде кәсіпкерлікпен айналысатын ең оңтайлы уақыт. Дәл қазір бағдарлама аяқталғаннан кейін өз саласында нәтижеге жеткен кәсіпкерлермен кездесуді жоспарлаңыздар. Қазақстан нарығында көптеген бос салалар бар. Соның біреуін таңдап алыңызда үйреніңіз, сайт жасауды үйреніңіз, әлеуметтік желілерде дамытуды үйреніңіздер. Достар, шын айтам, барлығы ондай қиын емес, қарапайым. Біздер барлығымыз қосылып 2020 жылға дейін Қазақстандағы кәсіпкерлікті 10 есе көбейтуіміз керек. Алда әлі талай қызықтар болады. Бізбен бірге болыңыздар.